Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Bizler Nuqoya kitabından sabaqlarımızı жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып фаслун фима юфсиду сола. Намазды бұзатын нәрселер туралы айтылатын бөлім. Юфсидуха ал-каламу мутлақан. Бірінші кезекте намазды бұзатын нәрсе ол сөйлеу дейді. Мұтлақан, яғни жалпы сөйлеу. Әдейлеп болсын, ұмытып болсын, қателесіп болсын, байқамай болсын, аз сөз, көп сөз. Әйтеуір Алланың зікірі болмаған адамдардың қарапайым сөздерінен болатын болса, ол қандай сөз болса да бәрібір намазды бұзады екен. Жалпы сөйлеу. Әлбетте сөйлеу дегеннен мақсат жаңа айтқанымыздай Алланың зікірінен артық басқа нәрсені сөйлеу. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан сахих хадис келген, бұл намаз, бұда жаңағы адамның сөздерінен болған нәрселер халал болмайды. Тек қана бұл жерде бұда зікір дұрыс болады деген сөзіне орай. Ханафи мазхабы сөйлеудің кез келген түрінен намазды бұзады деп есептеген. Екінші намазды бұзатын нәрсе ассаламу уассаламу амдан ва раддуху. Және сәлем беру. Бұл жерде амдан деп айтты, яғни әдейлеп сәлем беру. Өйткені байқамай сәлем беріп қоятын болса, ол жаңағы намазды бұзбайды. Себебі сәлемнің ішінде жаңа не бар? Зікір бар. Сәлем ол ассалам деген сөз, ол бәрібір Алланың есімдерінің бірі. Ол зікір болып есептелінгендіктен байқамай айтылып қоятын болса, ол намаз бұзбайды. Бірақ әдейлеп айтатын болса, ол намазды бұзады екен. Уараддуху, яғни сәлемге жауап қайтару. Біреу мысалға ассаламу алейкум десе, оған жаңағы уа алейкумуссалам деп жаңағы жауап қайтару намазда тұрып. Әдейлеп болсын, немесе жаңылысып болсын, бұл намазды бұзатын нәрсе екен. Өйткені бұл жерде тек зікір емес, бәлки бұл жерде бір адамға қарата сөйлеген сөз бар. Уа алейкумуссалам деген сөз, кәф немесе алейкассалам дейтін болса, яғни саған да сәлем болсын деп, саған да деп бір адамға қаратпа айтылған сөз болғандығы үшін, бұл намаздан бөлек бір адамға айтылатын сөз болғандығы үшін, бұл әдейлеп айтса да, жаңылсып айтса да, намазды бұзатын нәрселерден бұл есептелінеді екен. Тағы да уал анину ва нахуху мимма лаху саутун уал букау би саутин илля ли амрил ахирати. Анин деген сөз бұл былайша айтқан кезде ыңырсу. Уанахуху, және сол сияқты нәрсе, бір уф деп сондай дыбыстар шығару, деп сондай әріптері бар бір дыбыстарды шығару. Уанахуху деген соған айтады. Мимма лаху саутун. Уже дыбыс шығатын болса, саут, дыбыс шығатын болатын болса, бұл да әлбетте бір ауру себепті болып, өзін одан тия алмайтын дәрежеде болатын болса, ол кезде бұзбайды. Бірақ та бұл жерде айтып атқан нәрсе ауру емес, бірақ бір себепке орай осылай істеді да ол. Деді немесе деді мысалға. Ауру емес, бір қатты одан өзін қайтарамайтындай дәрежеде бір ауру емес, бірақ жасады. Міне сол да намазды бұзады екен. Тағы да уал букау би саут. Дауыс шығарып не қылу? Жылау дейді. Дауыс шығарып жылау. Тек қана бұл ыңырсу, немесе дауыс шығарып жылау, бұлар қашан бұзбайды? Жаңа ыңырсуға байланысты айттық, ол қатты ауру болып, өзін одан қайтарамаса. Немесе мына жерде кітапта айтқаны илля ли амрил ахирати. Ақыреттің бір ісін ойлап, соған күйзеліп жаңа жыласа, немесе соған күйзеліп бір жаңағындай дыбыс шығарса,
міне бұл ол не қылмайды екен, намазды бұзбайды екен. Ақыреттің бір жағдайларын, ақыреттің бір көріністерін есіне түсіріп. Илля ли амрил ахиро, тек қана ақыреттің бір ісі үшін деген сөз, бұл жаңағы ыңырсуға да байланысты және жылауға да байланысты айтылып жатқан сөз болып есептелінеді. Екеуіне де қатысты болады. Демек, ыңырсу немесе дауыс шығарып жылау, егер ақыреттің ісінен басқа нәрсеге болатын болса, бір қиындық түсіп қалды, біреудің дүниеден өткенін естіп қалды, сөйтіп намаздың үстінде сол есіне түсіп жылап жіберді деген сияқты. Немесе сол біреудің бір қиыншылық есіне түсіп кетіп, ыңырсыған дауыс шығарды деген сияқты нәрселер болатын болса, ол намазды бұзады екен да. Бірақ ақыреттік нәрсеге болса бұзбайды, себебі сахабалардан, сондай кісілерден намазда сондай жылағандығы, немесе ақыретті ойлап жаңағындай дауыстар шығарғандығы жайындағы риуаяттар келгендігі үшін, ол ақыреттің ісі үшін болатын болса, бұзбайды екен. Бұл танахнух деген жаңағы тамақты түзулеу үшін деп біздер айтып жатамыз ғой. Міне осы нәрсе илля би'узрин, тек қана бұл үзірмен болатын болса, мысалға жаңағы қырағатын дұрыстау үшін, әріптерін жақсы шығу үшін сондай үзірмен ғана деп солай жасап болатын болса, сол кезде ғана бұзбайды екен. Ташмиту атисин. Атис деген бұл түшкірген адамға, соған ташмит деген соған не қылу, жауап айту. Мысалы, біреу түшкіретін болса, альхамдулилля десе, оған не деп айтады? Ярхамкалла деп айтады. Міне осы ярхамкалла деп айту намазда тұрып, бұл да намазды бұзатын нәрсе екен. Намазды бұзатын нәрсе екен. Тағы да намазды бұзатын нәрсенің бірі жауабул калам валау би зикр. Біреу бір сөз айтса, соған не қылу? Жауап беру. Ол қалай болады? Зікірмен болса да дейді, зікірмен болса да жауап беру. Ол қалай болады? Мысалға біреу бір жұмыстың жеңіл бітіп кеткендігі жайында айтты. Яғни мысалы бір кісі намазда тұр, жанында бір кісі біраз уақыттан бері бітіре алмай жүріп шаруасын жеңіл біткендігі жайында хабар айтып қалды енді. Бұл енді бәрібір естіп тұр намазда. Соны альхамдулилля деді мысалға. Ол зікір ол бірақ. Альхамдулилля деді, ол зікір. Бұл соған жауап ниетімен айтатын болса, жаңағы естіген хабарына қуанып, соған жауап ретінде айтатын болса, бұл намаз бұзады деген. Зікір болса да, альхамдулилля деген кәдімгі зікір болса да. Немесе мысалға бір таң қалатын бір жаңалық естіп қалды. Субханалла деді мысалға. Ол да соған жауап ретінде айтатын болса, намаз бұзады екен. Немесе біреудің дүниеден өткені жайындағы хабарды естіп қалды. Содан кейін инна лиллахи ва инна илайхи ражиун деп намаздың ішінде тұрып, әлбетте бұл аят қой Құрандағы инна лиллахи ва инна илайхи ражиун деген. Соны айтқан болатын болса да, бірақ та ниеті сол жаңағы келген хабарға жауап ретінде айтылған болатын болса, сол кезде не қылады екен? Намазы бұзылады екен. Бірақ та біреу бұған сондай нәрсе айтып жатқан болатын болса, бірақ та бұл кісі сондай сөзді айтса, мысалы инна лиллахи деген сияқты, немесе қандай да бір зікірді айтатын болса, бірақ та оған жауап ниетін емес, бәлки өзінің намазда тұрғанын білдіру үшін, намазда екендігін білдіру үшін айтатын болса, ол кезде не қылмайды екен? Намаз бұзылмайды екен. Өзінің намазда екендігін білдіру үшін дауыс шығарып қойып сол айтатын болса, ол кезде жаңағы намазы бұзылмайды екен. Енді вал фатху илля ли имамихи. Фатх деген бұл біреу оқып жатқан кезде ұмытып қалып тоқтап қалатын болса, соған көмектесіп жіберетін болса, соған жаңағы фатх негізі тікелей мағынасы ашу ғой. Яғни оның ұмытып қалған нәрсесін көмектесіп ары қарай жалғастырып жіберуіне көмектесетін болса, бұл да намазды бұзады. Бұл мысалы мен намаз оқып тұрмын, жанында бір адам намаз оқып тұрған жоқ, Құран оқып тұр. Сөйтіп оның Құраны мен естіп жатырмын, бірақ мен намазда тұрмын.
сөйтіп ол тоқтап қалды бір кезде. Енді жатқа оқып жатыр да, енді ұмытып бір жерінде тоқтап қалды. Кейін мен соған көмектесіп, намазда тұрып, жаңа соған көмектесем деп, сол тоқтап қалған аятты дауыс шығарып оқып, жаңаға көмектесем деп оқып жіберсем, не болады екен? Мен намазым бұзылады екен. Немесе жанымда бір адам намаз оқып тұр, ол да жаңағы намазын оқып келатып, бір жерге келіп тоқтап қалды. Мен де намазда тұрмын, сөйтіп жаңағы кісіге көмектесіп жіберейін, ұмытып қалған аятын ары қарай айтып жіберейін деп аятты айтатын болсам, жаңа кісі алғай жалғастырып кетсін деп. Ол қатысы жоқ, ол бөлек оқып, мен бөлек оқып жатырмын деген сияқты. Сол кезде менің намазым не болады екен? Бұзылады екен. Бірақ тек қана бұл қандай жағдайда болады? Имамға ғана. Өзінің имамы бірақ. Өзінің имамы. Жанында біреу имам болып тұрған кезде оған емес. Ондай жағдайда болуы мүмкін. Мысалы мен нәпіл намаз оқып тұрмын. Біреу имам болып кешігіп келген жамағатпен шам намазы не басқа намазды оқып жатыр деген сияқты. Сөйтіп басқа біреудің имамына көмектесуге ол болмайды. Тек қана өзінің имамына ғана тоқтап қалған жағдайда аятты есіне түсіріп жіберетін болса, сол кезде ғана намаз бұзылмайды екен. Қалған жағдайда намазы бұзылады екен. Уал қираату мин мусхаф. Енді мусхафтан қырағат қылу. Мусхаф деген сол жаңағы Құран кітабынан, осы мысалы Құран кітабын осылай ашып қойып, намазда осылай ашып тұрып оқу. Уал қираату минал мусхаф деген осыны айтады. Мысалы Құран кітап болатын болса, осыны осылай ашып тұрып, намазда тұрып, осылай қарап оқуға айтады. Бұл әлбетте имам Абу Ханифа рахимахуллахтың пікірі бойынша намаз бұзылады. Бірақ та имам Абу Юсуф және имам Мухаммед рахимахуллахтар бұлай Құраннан қарап оқу намазды бұзбайды, бәлки макрух болады дейді. Намазды бұзбайды не үшін? Себебі қырағат қылу, Құран оқу бұл ғибадат дейді. Ал мусхафты ұстау, мусхафқа қарау негіз біздің шариғатымызда Құран кітапқа жай ғана былай қарап отырудың өзі де ғибадат. Оны оқу бір бөлек ғибадат, жай ғана тіке қарап отыру ол бөлек ғибадат. Демек, адам Құраннан бетінен қарап, Құранның жүзінен қарап оқыған уақытта ол екі түрлі сауап алады. Бірінші оқығанын алады, екінші соған қарағанына да сауап алады. Демек, бізде екеуі де ғибадат. Оқу да ғибадат, Құранға қарау да ғибадат дейді. Сөйтіп имам Мухаммед бен Абу Юсуф айтады, бұл екі ғибадат, ғибадаттың ғибадатқа қосылуы былай айтқанда бұл дейді. Сондықтан да ол қалай намазды бұзады дейді. Бұл намазды бұзбайды дейді. Бірақ макрух болады не үшін? Әхлі кітап, яхуди, немесе жаңағы насара дейді, христиан, міне соларға көрініс ұқсайды дейді. Өйткені олардың сондай бір ғибадаттары бар, кітапты, өздерінің жаңа кітаптарын ұстап тұрып оқитын нелер бар, ғибадаттар бар. Мен соларға ұқсастық болып қалғандығы үшін, басқа дін өкілдеріне ұқсастық болғандығы үшін макрух болады дейді. Ал имам Абу Ханифа рахимахуллах Құранды көтеріп тұру, оның парақтарын ауыстыру, оған қайта-қайта көзбен қарай беру, бұның барлығы не дейді? Көп жұмыс, көп әрекет болып есептелінеді дағыны, солай намаз бұзылады дейді. Бірақ та дәл осы Абу Ханифаның айтқаны осы себебіне біз айтатын болсақ, егер көтеріп тұрмайтын болса, бір орынға қойып қойған болатын болса, және парақтарын ашпайтын болатын болса, бір намазда, мысалға, ашпайтын болатын болса, ол кезде намаз Абу Ханифаның пікірінде де ол не қылмайды екен? Бұзылмайды екен. Бұзылмайды екен. Әлбетте, бұның барлығы бұл жердегі талас мәселе ол жерде Құранды жаттаған болатын болса. Құранды жаттаған болатын болса. Мысалға жаттаған, бірақ намазда оқуға жағы несі жетпейді, дәрежесі жетпейді. Бірақ бір жаттап өткен, бірақ әлі қайталау керек. Жағы Құрансыз Құранға қарап оқиды да, әлі қарамай тікелей хатым өткізуге әлі несі жетпейді. Мысалға шамасы жетпейді. Міне сондай адамға ғана да бұл былай айтқанда Құран бір жаттаған адамға. Егер жаттамаған жерін бұлай жасайтын болса, ол кезде намаз бұзылады. Бұлай жаттаған жерін, мысалы Бақара сүресін бір жаттап шыққан, бірақ соны кішкене өзіне сенімсіз
сөйтіп мұсхафқа қарап оқып жатқан болатын болса, міне осындай адамға байланысты әңгіме бұның барлығы. Бірақ мысалы ол Али-Имран сүресін мүлде өмірінде жаттамаған, Құранға қарап оқып жатқан болатын болса, бұл адам намаз бұзылады. Бұл бұған қатысы жоқ. Бұл жердегі талас ондай адамға қатысы жоқ. Жарайды. Тағы да намазды бұзатын нәрсе ас-суджуд ва-суджуду аля наджисин. Нәжіске не қылу дейді? Сәжде жасау дейді. Нәжіске сәжде жасау намазды бұзады дейді. Тағы да ва-дуау бима юсалу минан нас. Адамдардан сұрауға болатын нәрселермен дұға қылу. Адамдардан сұраса болатын нәрселермен дұға қылу. Мысалға, былай деп айтатын болса, Аллахума заужни фуланатан, пәленшені маған үйлендір деп солай дұға қылатын болса, немесе Аллахума атин альфа динар, маған 1000 динар берші Аллахым деп солай мысалға дұға қылатын болса, бұлар жаңағы адамдардан сұрауға болатын нәрсе болғандықтан, бұл да намазды бұзады екен. Әлбетте, бұл көріністің барлығы, бұл сұрау, тағы да басқа айтылған көріністердің барлығы қашан болатын болса, соңғы отырысты отырудан алдын болатын болса, соңғы ат-тахият мөлшеріне отыратын отырыс бар, ол ең соңғы отырыс. Міне осы соңғы отырыстан алдын болған болатын болса, сол кезде намаз бұзылады. Бірақ одан кейін болатын болса, соңғы отырысты отырып болғаннан кейін болатын болса, бұл жағдайлар, ол кезде оның намазы толық болған болады, біткен болады. Сол нәрсемен намазы бітіп кетеді. Яғни сол нәрсемен намаздан шығып кетеді уже. Және тағы да намаз бұзатын нәрсе әл-аклу ва шурбу. Жеу және ішу дейді. Жеу және ішу. Бұл әдейлеп істей ма, немесе байқамай істеп қоя ма, бұда не жоқ, айырмашылық жоқ. Себебі әлбетте бұл оразамен айырмашылығы бар да. Мысалы, оразада байқамай ішіп жеп қойса, оның оразасы бұзылмайды. Бірақ та намазда ондай емес. Себебі намаз былай айтқан кезде ұмытып қалатын нәрсе емес та. Мысалы, оразада ұмытып кетуге болады өзінің ораза екендігін. Өйткені уақыт ұзын, ұзақ уақыт өзінің ораза екендігін ұмытып кетуге болады. Бірақ намазда ондай емес. Өзінің намазда екендігін ұмытып кету деген нәрсе өте сирек, ондай нәрсе болмайды. Сондықтан да бұл жерде ішу жеу жаңағы қателесіп жаңағы ұмытып болсын, барлы бір намазды бұзатын нәрсе болып есептелінеді. Енді оның мөлшерін мысалы кітапта, Мухайт деген кітапта айтады, егер тісінің арасындағы нәрсені жұтатын болса, ол нәрсе намаз бұзбайды дейді. Тісінің арасына тұрып қалған нәрсені сырттан кіргізбей, тісінің арасындағы тұрып қалған нәрсені байқамай жұтып жіберетін болса, немесе әдейлеп болсын жұтып жіберетін болса, ол не қылмайды дейді, намаз бұзбайды дейді. Яғни мөлшері жаңағы ноқаттың мөлшеріндей, содан азы болатын болса, содан кішкентай көлемде болатын болса, ол кезде ол намазды бұзбайды дейді. Әлбетте ол жеңіл әрекетпен жұтып жіберген болатын болса, жаңағындай бұлайынан шайнап емес, жеңіл әрекетпен жұтып жіберген болатын болса, әлбетте ол намазды бұзбайды дейді. Одан кейін тағы да бұзатын нәрсе әл-амалу әл-кәсиру дейді. Көп амал, көп қимыл әрекет намазды бұзады дейді. Енді бұл көп қимыл әрекетті мына кітаптың, Нұқая кітабының өзінде 3 түрлі версиясын айтады. Көп қимыл әрекет, әл-амалу әл-кәсир. Көп іс қимыл дегеніміз не? Десе, осы кітаптың өзінде 3 түрлі версиясын айтады. Біріншісі ма яхтажу иля әл-ядайн. Екі қолдың жұмысына мұқтаж болған нәрсе дейді. Яғни бір қолмен оны не қыламайсың, істей алмайсың, оны міндетті түрде екі қолмен істеу керек. Мысалға, түймені жаңағы салу, түймені не қылу, өткізіп былайынан сап қою, бұл негізінде бір қолмен істеу өте қиын да. Мүмкін, бірақ қиын. Негізінде адамдар оны екі қолмен істейді. Міне осындай амал, бұл демек, егер намазда тұрып осыны істейтін болса, түймені өткізетін болса, бұл екі қолмен істеуге мұқтаж болатын амал да негізінде. Міне бірінші версиясы не екен? Көп амал, көп іс қимыл деген мағынасы не дейді? Екі қолмен істеуге мәжбүр болатын іс дейді да, ол түсінікті ме? Біріншісі сол. Екіншісі ау міне ястактируху әл-мусалли. Намаз оқушының өзі оны көп іс әрекет деп есептейді дейді. Намаз оқушының өзі мусалли, намаз оқушының өзі оны көп іс әрекет деп есептейді. Әлбетте бұл осы екінші версия Абу Ханифа рахимахуллахтың
пікіріне жақын. Абу Ханифаның былайша айтқан кезде әдісіне жақын. Себебі Абу Ханифа рахимахулла өте көп жағдайда бұндай нәрселерді намаз оқушының өзінің ойына қалдырады. Бұл бұрын неде айтқан едік. Нәжіс бабында, егер өзі нәжіс деп есептейтін болса, намаз оқушының адамның өзінің ойына байланысты деп. Мысалға жаңағы көп су немесе аз су, адамның өзі көп су деп есептейтін болса, ол көп су болады деп имам Абу Ханифа сол адамның өзінің ойына тапсыратын еді. Бұл жерде де дәл осы Абу Ханифаның тактикасы, Абу Ханифаның әдісіне келеді. Намаз оқушының өзі көп амал деп есептейтін болса, ол сол міне көп амал дейді. Абу Ханифа бұл жағы көп амал дегеннің екінші версиясы. Үшіншісі ән язунну ән-назиру әнна амилаху ғайру мусаллин. Үшінші версиясы қалай екен? Жаңағы бір қараушы, бір кісі намаз оқып тұр, екінші бір кісі оған не қылып тұр, ұзақтан қарап тұр. Осы ұзақтан қарап тұрған кезде, осы қарап тұрған кісі жаңағы намаз оқып отқан адамды намазда емес деп ойлайтын болса, соншалықты ол көп әрекет жасап жатыр, қарап тұрған адам оны не деп ойлайды? Сол әрекеттерінен намазда емес екен деп ойлап қалады. Түсіндің ме? Міне осыны не деп айтамыз дейді? Көп іс әрекет деп осыны айтамыз дейді. Бұл үшінші версиясы. Әлбетте, осы үшінші версиясын жаңағы Мұхайт деген кітапта ахсан, жақсы пікір деп осы соңғы үшінші көрінісін айтқан. Бірақ та халықтың ішінде көп тараған сөз бар. Ол да Ханафи мазхабында бір қиыл, яғни бар нәрсе кітаптарда қандай бір рүкінде 3 рет жаңағы қимыл жасау деген нәрсе. Осыны көп деп есептейміз, одан аз деп есептейміз деп айтылған. Бұл да кітаптарда бар сөз, бұған да амал қылуға болады. Жалпы негізінде осы Абу Ханифаның әдісіне сай келетін намаз оқушының өзі оны көп деп есептейтін амалды көп амал деп есептеуге болады. Немесе ең соңғы пікір жаңағы Мұхайт деген кітапта жақсы пікір деп есептеген, сырттан қараған адам оны намаз оқушы емес деп ойлап қалатын болса, міне бұл шынымен де не болады? Көп іс-қимыл болып есептелінеді екен. Көп іс-қимыл болып есептелінеді екен. Біздер осымен намазды бұзатын нәрселер жайындағы тақырыпты аяқтадық. Иншалла келесі сабақ намазда макрух болатын тақырыпты өтетін боламыз. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.